Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Айғаным. Бүгін мен сіздерге қолжетімді пісіруді қажет етпейтін чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Дәмі өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, достар. Керек заттар тізімін төменге описанияға қалдырамын. Ең алдымен чизкейктің қамырын жасаймыз. Ол үшін бізге осындай печенье керек. Блендерге езіп аламыз да, үстіне сары май құямыз. Осыларды жақсылап араластырамыз. Содан соң мен чизкейкті осындай кольцода дайындаймын. Диаметрі 18 см. Печеньені формаға салып, бетін қазықпен тегістеп шығамыз. Енді осыны холодильникке қоя тұрамыз. Мен осындай халал желатин қолданамын. 9 грамын өлшеп алдым. Содан соң үстіне 30 мл салқын су құйдым. Жақсылап араластырып 15 минутқа бұқтырып қоя тұрамыз. Содан кейін басқа ыдысқа 600 грамм 20% қаймақты салып, үстіне осылай 2 ақ шоколадты бөліп саламыз. Енді осы массамызды баяу отқа қойып, шоколад ерігенше араластырамыз. Содан соң үстіне бағанағы желатинді салып, тағы да араластырамыз. Асты жабысып қалмау керек. Отқа ұзақ қоюдың қажеті жоқ. Біркелкі масса болғаннан кейін өшіреміз. Содан соң бағанағы формамызды холодильниктен шығарамыз да, үстіне осы массамызды құямыз. Енді осы чизкейкті холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Немесе бір түнге де қоюға болады. Мен чизкейкті холодильникке 6 сағатқа қойдым. Енді формадан жақсы шығу үшін кішкене пышақпен жүргізіп аламыз да, осылай абайлап шығарамыз. Чизкейкті өз қалауларыңызша жеміс-жидекпен немесе шоколадты күштен өткізіп әсемдесеңіздер болады, немесе осылай қалдырсаңыздар да болады. Мен кішкене үстіне қарақатпен әсемдедім. Енді чизкейгіміз біздің дайын болды. Кішкене кесіп ортасын көрсетемін. Дәмі өте керемет. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағынан өте керемет болып шығады. Құрамы да қолжетімді. Сіздермен болған Айғаным. Сау болыңыздар, достар.